Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жанат. Бүгін біз сіздермен бірге суға салғанда езілмей пісіп шығатын, бір жасағаннан беті тегіс болып еленетін, универсальный өте керемет дәмді укроп қосылған қамырды дұрыс илеп жаюдың құпия сырларын айтатын боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Қамырымызды жасау үшін ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды шай қасықтың жартысындай қылып қана тұзымызбенен бір пучок укропымыздың жартысын ғана ұсақтап, жасыл бөлігін ғана видеодағыдай турап, қосып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Егер сіздер көбірек жасайтын болсаңыздар, онда бір жаңағы пучок укроптың бәрін қоссаңыздар да болады. Және жарты кесе аздаған суымызды және 250-300 грамм ұнымызды қосып, қамыр илеп алатын боламыз. Егер сіздер көп адамға жасайтын болсаңыздар, осы массаны 2 есе қосатын боласыздар. Ол дегеніміз бір укропты жаңағы толықтай ұсақтап барлығын қосасыздар. Және міндетті түрде қатты қамыр илеп алыңыздар. Қамырымыз осындай қатты болған кезде тындырып қоюымыз 10-15 минутқа. 10-15 минут өткеннен кейін тағы да бір иін қандырып, жақсылап, қаттылап тұрып илеп алатын боламыз. Иленген қамырымызды тағы да бір 5 минутқа тағы тындырып қоятын боламыз. Сонда менде 2 рет тынған қатты қамыр пайда болады. Қамырдың қатты болуы өте маңызды және көбірек тындыруға тырысыңыздар. Көбірек тынған қамыр сіздің айтқаныңызға көнетін, сіздің қалаған формаңызды шығаратын, сонда қамыр болып шығады. Енді біздің тынған қамырымызды жақсылап ұн қосу арқылы, жұдырықтың көмегімен басу арқылы біз қамырымызды дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Осы бастапқы бөлігі негізі маңызды, жаңа қамырларымыздың формасын сақтау үшін. Одан кейінгі бөлігінде видеода көріп тұрғандарыңыздай оқтаудың көмегімен жан-жағынан ортасын баспай, екі шетін ғана басу арқылы осындай дөңгелек ойыс қалдыратын боламыз, ортасын қалың қылып. Енді кезекте ұнымызды себу арқылы біздің оқтаумен жақсылап орап аламыз да, бұл екінші етабы. Үстінен қамырымызды баспаймыз, тек қана жеңіл қамыр өзі қозғалғанша ғана. Себебі біздің қазір қамырымыз қалың, егер үстінен басатын болсаңыздар, ойық-ойық, бір жері тегіс, бір жері қалың болып қалады. Сол себептен ортасын баспай, жеңіл ғана жан-жағын ауыстыра отыра, видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды жайып алатын боламыз. Онда сеуіп отыруды ұмытпаңыздар, әйтпесе қамырларыңыз оқтауға немесе бірін-біріне жабысып алынбай қалады. Міне осы етабында, үшінші етабында орамаймыз, тек қана бетін осылай тегістеп шығамыз. Бұл қамырымыздың формасы дөңгелек болу үшін өте маңызды. Видеодағыдай осылай жаңағы оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Ендігі кезекте қайтадан үшінші етабында ауа өткізбейтіндей қылып ораймыз. Ол кезде уже қамырымыз кішкене жұқара бастайды, ішіне ауа қалып кететін болса, сызықтар пайда болады. Сол себептен де біз қамырымызға ауа өткізбейтіндей қылып тұрып оқтауға жақсылап орап алып, қамырды үстінен баспаймыз. Ең соңғы етабында ғана басамыз. Қамыр кәдімгідей өте жұқа болған кезде ғана басуға болады. Ал кішкене осындай қалың болған кезде басуға болмайды. Көріп тұрғандарыңыздай қамырым жұқара бастады, бірақ әлі де болсын қалыңдық бар. Ендігі самый последний этап, бұнды себу арқылы біртін-бірлеп тегістеп аламыз. Ең соңғы этабы ол біздің қамырымыздың ауа өткізбейтіндей оқтауымызға орап аламыз да, және қаттылап үстінен баса отыра қамырымызды жан-жаққа қаратай екі алақанның көмегімен итеріп алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жұқара береді. Осылай поэтапно шет-шеттерінен орын ауыстыру арқылы біз қамырымызды жұқа болғанша жақсылап жайып аламыз. Міне біздің беті біркелкі тегіс, әрі өте жұқа болып шықты керемет қамырымыз. Міндетті түрде осылай укроп қосып жасап көріңіздер. Тамақтарыңыздың дәмі және қамырыңыздың дәмі өте өзгеше болып шығады. Және укроп жемейтін адамдар қамырға қоссаңыздар, дәмі мүлдем сезілмей қалады. Ол кісілер енді сіздерге таңғалады деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жанат. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.